Қайырлы таң. Қайырлы таң, отбасым. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Доброе утро. Қайырлы таң, хаус. Жаныңызға отырсақ бола ма? Онсыз да отырсың ғой. Мәссаған, қандай сүйкімді пара. Қумашы, қандай пара. Қарашы, сүйкімді пара, я? Я. Так, хаус, қане жиналамыз. Енді қазір тамақтанайық, және де сендердің таңғы астарыңды мен өзім дайындап қойдым. Мінекей шайларыңды құйып алыңдар, сонымен қоса әңгімелесейік. Айтпақшы, хаус, біз енді TikTokқа аккаунт ашу керекпіз, және де оған атын ойластыру керекпіз. Сендерде қандай варианттар бар, идеяларың бар, қане бәрін айтыңдар. Менде бір идея бар. Pink House тикті. Pink деген ол ағылшынша розовый, яғни қызғылт түс дегенді білдіреді. Ал менің любимый түсім ол қызғылт түс. Және де осы атты қояйықшы, өте әдемі естіледі ғой. Саған ұнаса, бізге ұнамауы мүмкін ғой, айналайын. Енді оны Pink деп не ол кішкентай қыздар сияқты. Так, және араласпа, бәрі өз ойын айтсын, сен де өз ойыңды айт сосын. Жарайды. Ал менің ойымша Галактика Хаус дейік. Не? Галактикасы несі? Қайда ұшып кеттің? Галактикасы несі? Қумаш? Жай өз ойымды айтқам ғой. Жарайды, дальше кетейік. Сенің ойынша ше? Менің ойымша Доп Хаус дейік. Доп деген өте жақсы естіледі ғой. Сен сонда доппен ойнайсың да, ал біз бәріміз соған доп деп қою керекпіз ба? Бұл бәрімізге общий болу керек қой. Білмеймін енді, әшін айта салғам ғой, мүмкін ұнап қалатын шығар деп. Жарайсың. Тағы да қандай идеяң бар? Менің ойымша, мен білмеймін, қазір айтамын. TikTok House деп қояйық та, өте жақсы ат қой. Жақсы ат, я, бірақ та бұны уже бәрі қояды ғой. Я, бұл уже үйреншікті, және де бәріне уже қызық емес. Аттымыз ерекше болу керек қой. Я, келісемін. Ал сенің қандай идеяң бар? Мен білмеймін, идеям жоқ. Жарайды. Және ал сенде қандай идея бар? Менің ойымша Тик Хаус деп қою керек, себебі TikTok дегеннің тик деген алсақ, сондай хаус болып шығады ғой. Негізінде өте жақсы ат, және де ондай хаустағы аттар жоқ. Я, жақсы сияқты. Я, маған өте қатынады, солай қояйық, себебі менің Pink деген айтқан атыма өте жақсы ұқсайды. Я, маған да ұнады, нормально. Я, бізге де ұнады. Маған да ұнады. Маған да. Жарайды, бәрімізге ұнапты, және де бұл атты енді қоямыз. Біздің хаусымыздың аты енді Тик Хаус болады. Мәссаған, бұлар бәрі менің айтқан идеямды қолдап кетті. Ал мен болсам, олардың айтқан идеясын жаман, жоқ деп жаман айтып тастадым. Бұл әрекетім дұрыс болмады, мүлдем. Мүмкін сол айтқан үшін кешірім сұраймын. Жәния. Ой, не болды? Сені бақтап жатырмыз, жақсы идея айттың, молодец деп. Рахмет сендерге, менің ойымды қабыл алады деп ойламадым. Сосын сендерден кешірім сұраймын. Сендердің айтқан идеяларыңды мен жақтырмай, өзінше болдым. Ал сендер болсаңдар, менің идеямды бірден қолдап кеттіңдер. Сол істегенім үшін ұялып отырмын. Жоқ, ештен кетпейді. Бізге главный бәрімізге ұнады, я? Я, өте қатты ұнады. Сен көңіл күйін түсірме. Я, рахмет. Мәссаған, ұялып кеттім ғой. Жарайды, енді осы тамақтанып алғаннан кейін бәріміз TikTok түсірейік. Я, келісемін. Тамақтанып алыңдар. Аға, енді қандай видео түсіреміз? Так, мен ойланып отырмын. Ең бірінші, мүмкін өзімізді таныстырармыз. Әйтпесе біздің атымызды білмеуі мүмкін. Жарайды. Қане түсірейік та, онда не қарап отырмыз? Жарайды, мен идеялар қарап отырмын. Так, жарайды, видео түсірейік. Ең бірінші, сендер мына жерге бәрін жиналасыңдар. Сосын барып, видеомызды бастай береміз. Әкел мынаны. Қане тұрыңдар бәрін. Осылай қарап тұрыңдар. Енді мен сендерді мынау жерге түсіремін. Қане бәрін жымиыңдар. Қане айтыңдар. Сәлем достар, біз жаңадан ашылған хаус боламыз. Я, біздің хаусын аты Тик Хаус деп аталады. Енді сіздерге қызықты болады деп ойлаймыз. Біз алда өте қызықты видеолар түсіретін боламыз. Так что бізді қолдап, тіркеліп, лайк басыңыздар.
Сіздерді жаңа видеода күтеміз. Сау болыңыздар. Так, мықты, жарайсыңдар. Бірінші видеодан уже жақсы сөйлеп кетіңдер. Енді мен бұны монтаждап сала саламын. Так, енді мен монтаждай тұрайын, сендер өздерің сөйлесе тұрыңдар. Қызық, енді кімнің фанаттары көп болады екен? Менің ойымша және де көп болады, себебі ол ерекше ғой. Менде ма? Қойшы, менің ойымша сен де көп болады, себебі сен өте сүйкімдісің. Жарайды, рахмет. Сен осындай добрый болып қалыпсың ғой, сен маған өзінше қарамайтын стерва едің ғой. Енді мен кішкене түсіндім, что сендер өте жақсы адамсыңдар. Енді мен жаман араласпауға тырысамын, сендермен жақсы араласамын. Жарайсың. Так, все, видео салып қойдым. Енді көреміз қанша просмотр жинайды екенін. Жарайды, күтеміз. Ал оған дейін мен андай челленджерма түсіру керек. Соған продукт алу керек. Жарайды. Сендер бөлмелеріңе барып демалыңдар. Жақсы. Жарайды, кеттік қыздар. Кеттік бізде. Және саған добрая болған жарасады екен. Рахмет. Все, видеоны салдым. Ал мен болсам енді түсірейін деп жатырман. Так, мен тиктоктағы трендті түсірейін. Былай қояйын. Жақсы билейді екенсің. Рахмет. О, менде уже 2 подписчик қосылды. Мәссаған, мен сен үшін қуаныштымын. Мен де қуаныштымын, жарайсың. Ал мен болсам видеомды түсіріп болдым, енді саламын. Мәссаған, маған комментарий жазды, сен өте сүйкімді екенсің деп жазды. Мен сенің алғашқы подписчигімін деп жазды. Мәссаған, қуаныштымын, иә? Құтты болсын подписчигің. Рахмет, қыздар. Так, мен видео салдым. Неге ешкім көрмей жатыр? Әлі 0 просмотр. Ал менде уже 15 просмотр. Мәссаған, күшті. Ал мен болсам әлі видео түсірмедім. 0 просмотр жинады. Ал мен болсам сол үшін биледім ғой. Түсірмеймен болды. Жания, бұның не? Подписчик үшін түсірмей қоясың ба? Я, негізінде сен видео түсіруден жалықпауың керек. Видео түсіруің керек. Сол кезде сенде көп подписчик болады. Вообще, нечестно ғой. Ал сен болсам видео саласың, сен уже 15 просмотр жинайсың. Ал мен болсам билеп видео салсам, ешкім көрмейді. Сол үшін енді мені хаустан шығарып жібермесе жақсы болатын еді. Мәссаған, болды, және жыламашы. Сен одан да көп подписчикке лайықтысың. Мүмкін сен уже басқа видео салып көрерсің. Сен тек қана бірақ видео салдың ғой. Я, сен бастамай жатып, уже видео салмай кететін болсаң, сен бұлай дамымайсың ғой. Я, сен видео салуың керек. Солай ойлайсыңдар ма, қыздар? Я, солай ойлаймыз. Жарайды, мен бір видео түсіріп көрем. Егер де тағы да просмотр жинамайтын болса, онда мен түсірмей қоямын. Жания, сен хаустан кетпейсің. Сені шығармайды ғой оңайлықпен. Я, Жания, сен болмасаң хаус мүлдем қызық болмайды. Еще бізді ешкім көрмей қояды. Жарайды, бір видео түсіріп көрейін. Мүмкін осы музыкаға билеп көремін. Я, жарайды, любой видео сала бер, соның көп просмотр жинап кетуі мүмкін. Жарайды, билеп көрейін. Неге күліп жатсың? Бір түрлі шықты ма? Сол үшін ешкім көрмейтін шығар. Жоқ, бәрі күшті шықты. Енді сен бұны тиктокқа салып көр. Мүмкін просмотр жинайтын шығар. Жарайды. Тек мені позор қылмаңдар. Сен ішіңнен күліп тұрған шығарсың. Мүмкін бұл күлкілі шыққан шығар, я? Жоқ, нормально. Жай күлкім келіп кетті. Күлмеші, одан да онсыз да желаниясы кетіп қалады. Жарайды, сала бер видеоны, ешкім тыңдама. Жарайды. Мен бірінші салған видеомды ешкім көрмепті. Жарайды, екінші видео салын ғой, мүмкін ол просмотр жинайтын шығар. Егер де ол да просмотр жинамаса, сен жалықпай видео түсір, жарай ма? Біз сені қолдаймыз. Рахмет. Сен болмасаң не істер едің? Жарайды, видео салдым.
Мәссаған, менде уже 2 просмотр. Енді ғана салдым, уже 2 просмотр. Мүмкін рекомендацияға шыққан шығар. Мәссаған, жарайсың, айттым ғой, мүмкін бір видео салсаң, солай рекомендацияға шығып, жақсы просмотр жинайсың. Мәссаған, рахмет саған. Бірақ комментарийға біреу жазыпты. Не деген күлкінішті, осылай түсіре бер, бір күліп алдым ғой. Не? Мен күлкінішті түсірдім ба? Жоқ, нормально. Енді ол сенің контентіңе байланысты ғой. Мысалы, билер түсірсең, ол ешкімге қызық емес. Ал осындай күлкінішті видеолар түсірсең, олар көп просмотр жинайды. Солай сен танымал болып кетесің. Мысалы, менің фишкам ол, мен өте сүйкімдімін, сол үшін мені көбісі көреді. Мәссаған, қандай қызық. Мәссаған, қыздар, жарайсыңдар. Мәссаған, менде уже 100 просмотр. Мәссаған, қуаныштымын. Айттым ғой, сен көп просмотр жинап кетесің. Ал мен салған видеом 50 просмотр жинапты. Мәссаған, даже сенікінен осып кетіпті. Айттым ғой, міне осылай просмотр жинаймыз, подписчик жинаймыз. Рахмет саған. Достар, сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басыңыз және тіркеліп кетіңіз. Енді бұл серияны барынша ұзақ және де қызық қылуға тырыстым. Мүмкін өзіңізге де керекті мәліметтер алған шығарсыздар. Жарайды, енді видеомды аяқтаймын. Сау болыңыздар.